Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз кездейсоқ қателікті есептеу. Және де соның ішіндегі ең бастысы бізге керегі нәтижелер сериясы енді табу. Осы нәтижелер сериясының өзінің формуласы бар. Ол x1, x2 және де xn. Яғни xn дегеніміз ол кездерген мән болуы мүмкін. Одан кейін осы нәтижелер сериясын табуды өзінің үш бастапқы несі бар, яғни табу ережесі бар. Оның біріншісі өлшеу нәтижесі. Нәтижесі және де арифметикалық орта. Осы жерде негізі өлшеу нәтижесінің белгіленуі x0. Ал арифметикалық ортаның белгіленуі x үстінде сызығы болады. Бұл арифметикалық орта болып табылады. Одан кейін осы арифметикалық ортаны табудың өзінің ерекше формуласы бар. Ол осы налардың, яғни x1, x2-лердің қосылуы болып табылады. Яғни x1 қосылған x2 қосылған плюс xn. Бұл өзінің ерекше формуласы. Одан кейін біз оны n-ге бөлеміз. Сонда міне арифметикалық орта шығады. Яғни өлшеу нәтижесі арифметикалық орта шығады. Одан кейін екінші несі оның стандартты ауытқу қателігі. Стандартты ауытқу қателігінде оның өзгелердің ерекшелігі ол әрқашан түбірде болады және де ол квадраттар арқылы жүреді. Оның, яғни бұл стандарт ауытқудың грекше атауы келетін болса, ол сигма. Яғни оның белгіленуіне келетін болса, ол былай белгіленеді. Осылай сигма, осылай белгіленеді. Және оның табу ережесі, келетін болсақ, x1 қосылған азайтылған арифметикалық орта. Және де бұны біз арқылы әрқашанда квадрат қоямыз. Тура жаңағыдай қайталанады, бірақ x2 болады. Қосылған қосылған жақшаның ішінде xn азайтылған арифметикалық орта және ол квадраты. Және де біз бұны бағанада n дедік қой, енді бұл жерде осыған барлық n-нің азайтылған бірге бөлеміз. Және де бұл жаңа айтып өткен түбірде болады. Одан кейінгі үшінші ережесі ол абсолютті ауытқу қателігі. Бұның белгіленуіне келетін болсақ, ол осы дельта x арқылы белгіленеді. Және де оны біз бөлеміз. Және де біз оны бөлеміз. Үш
сигма 3 сигманы тубасындағы n'ге бөлеміз. Яғни бұл бұның формуласы және бұның туыстық несі бар, оны біз яғни экселент болады. Бұл бұның яғни екінші түрі десек те болады, екінші түрі оның экселент болады. Және оны табу үшін біз осы абсолютті ауытқу қателігін арифметикалық ортаға бөлеміз. Және біз осылардың барлығының үшіншісін айттық, енді осыған мысал қарастырайық. Оған мысал келтіретін болсақ, егер де доп немесе шарик дейміз ғой, сол лақтырған кездегі соның өлшемдесін алайық. Біз оны L деп белгілейік. Және де оған біз мәндер берейік. Ол мәндер бірінші мән 240 болсын. Одан кейін 245. Содан соң 262 және де 248, сосын 260. Енді біз бұны бұлай есептегеннен гөрі оны кесте арқылы тапсақ, өзімізге оңай болады. Ал енді кестеге сызатын болса, ол яғни бұл номер болады. Одан кейін осы белгілі мәндер жазатын L сантиметр болады. Яғни L арқылы белгілі мәндер. Бірінші 240, екінші 245, үшінші 262, содан соң 248, төртінші, одан кейін бесінші 260 болсын. Одан кейінгі біздің алатымыз ол арифметикалық орта. Яғни бұлар барлығының өлшемділіктері әрқашанда сантиметр болады. Одан кейінгі табатымыз L азайтылған арифметикалық орта. Негізінен бұны өзімізге осы модельге алғанымыз өзімізге жақсылатсақтан біз оны модельге аламыз және де сыртына сантиметр деп жазып қоямыз өлшемділігін. Одан кейінгі табатымыз дәл осы, бірақ жақшаға алынған және де квадрат болады. Сантиметр. Одан кейінгісі сигма. Стандартты ауытқу. Грекшаларғанда жаңалай кеткендей сигма. Одан кейін соңғысы абсолютті қателік, яғни дельта L. Бұның өлшемділігі сантиметр болады. Мынаның барлығын жаздық. Және бұлардың өздерін табатын ерекше формулалар да болады, бірақ жаңа формулалар жарай береді. Бірақ бұл сәл осы есепке арналған формулалар есебінде болады. Олар формулалары жаңағыдай бір көбейтілген одан кейін сигманы табу ішінде көшік сызығы сосын үлкен негізін алып не деп отырсаңыздар үлкен сигманың белгілеуі, яғни мынау кіші сигма, мынау үлкен сигма.
яғни біз жаңағы бұл онша өзгерген жоқ, бұл формула өзгерген жоқ, сол арқылы қалды. Яғни бұны есептеу бізге оңай болады. Енді мұнаны біз қалай табамыз бұны? Мұнаны барлығын қосып аламыз, яғни бұны қосылған кезде бұдан 1265 шығады. 1265 шығады. 1265 шығады. Және осы 1265 шыққан 1265 шықты. Және бұны біз жаңа формула көрсетілген n-ге бөлуіміз керек. Яғни бізде n-нің саны 5-ке тең. 5-ке тең. Және осы 5-ке бөлген жағдайда бұны 253 шығады. 253. Одан кейін енді біз мынада формула көрсетілген мынадан азайтып отырамыз. Мынадан азайтқан кезде бұрадан 50 болады екен. Азайтқан кезде мынадан айырмашылығы 3. Одан мынадан 8. Мынада 9. Мынада 5. Және де 7. Енді біз бұларды квадраттаймыз. 3-дің квадраты 9, 8-дің квадраты 64, 9-дің квадраты 81, 5-дің квадраты 25, 7-дің квадраты 49. Жаңада мынаяқта қосып алғандай, бұларды қосып аламыз. Қосып алған кезде және де бұда 228 шығады. Және біз оны 5-ке емес, енді 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлген кезде одан 57 шығады. 57-ні біз енді оны түбірден шығарамыз. 57-ні түбірден шығарған кезде 7,155 шығады. 7,155 шығады. Енді мұна формулаға саламыз. Яғни дельта L-ді табуымыз керек. 7,155 сигма болды, оны 3-ке көбейтеміз, одан кейін n-ге бөлеміз. Осы дельта L-дің мағынасы ол, яғни мәні 10,13 шығады. Ал енді бағана біз абсолютті қателіктің туысы, экселентті табуымыз керек. Экселенттің формуласына келетін болсақ, оның формуласы дельта L бөлінген арифметикалық ортақ. Яғни абсолютті қателікті арифметикалық ортаға бөлеміз. Оның формуланы салған кезде мынау 10-13 болды. Ал мынада 253 шықты. Оны бөлген кезде бізде енді мән көп болды. Яғни 10,4 шықты. Енді бұның барлығын таптық деп ойлаймын. Осымен сабақ тәмам түсінікті болды деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.